Assalamu алейкум, көпбөр көрмандары. Достор, карагылачы мынакей бизге Қазақстандан конокторубуз келген экен. Ушул улактын үстүнөн жүрүп, улак дегенде жанын таштаган жигиттер бул жакта Ганы жана Жулускан агабыз. Мынакей. Коноктор куш келипсиңер Кыргызстанга. Рахмат. Ассаламу алейкум. Көкпар сүйөр кауым, Кыргыз эли, бір туғандар. Құдай қаласа мына кеп қалдық. 45 жасар ардагерлерimiz мына Жулускан бастаған капитан команда Құдай қаласа. Аллахтың қалауымен келіп, ауызбіршілігімізді көрсетейік, достығымызды көрсетейік. Кезінде ардагерлерimiz қандай ойындар көрсеткен, осы алаңда ойнап. Құдай қаласа мына жастарға Құдай қаласа үлгі болсын, пример болсын. Ертең көшпенді ойындар келатыр. Сол көшпенді ойындарына бір кішкентай үлгі болып, достығын, ауызбіршілігін көрсететін бір үлкен жұмыс болайын деп тұр, Құдай қаласа. Баракелді. Азыр Ганы буйрукса сизге тиешелүү суроо. Бул команданы дайындыктар, команданы чогултуш сиздерде кандай иш-чаралар жүрдү? Бізде енді біздің палуандар жаппайда дайындалып жүре береді ғой. Біздікі дайын 45 жасар. Бұларға тренировка да керек, бірақ дайындық өтті, тренировка болды, аттарды да дайындадық. Біздің Бақдәулет Сабитов деген өзіміздің басшымыз бар. Сол кісінің қолдауымен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміз қолдап солай келіп қалдық енді. Көп адамдар қарсы болды, бірақ біз политикаға араласпаймыз. Бізге таза ойын көрсету, достығымызды көрсету, ауызбіршілігімізді көрсету. Бізге политикадан аулақпыз. Бізге ол бөтен дүние. Баракелде. Мынакей Жулускан Тайырбеков агабыз. Ассаламу алейкум да. Ва алейкум ассалам. Кыргыз эли. Биринчиден майрамдарыңыз кут болсун дейм. Бүт Кыргыз элине, Кудай кааласа, мына өзү Кыргыз элимен осыдан 25 жыл бұрын араласып шауып қалған ел едік. Осындай бір қырсығынан шалып, бір 5-6 жыл араласпай қалған жайымыз бар. Осыған біздің мынау Ғани бауырымыз, жоғардағы чоңдар, осындай үйіштіріп, екі елдің бекем қылып, екі елдің жарастырып қайтындар деп, осындай үйіштірғаннан кейін, біз енді қалай, біз улақшымыз да, біз әкім емеспіз, сот емеспіз. Біз улақшымыз, улақшылар баяғыдан сыйласып, бір-бірімізді танимыз, Құдай қаласа. Міне ұшыласып атымыз, міне Есенқұл бар, біраз палуандар менен ұшыласып, жақсы қонақ жайлығын көрсетіп, кеп қалдық, Құдай қаласа. Баракелді. Жулускан байке, ел баяғы илгерки 2012, 2011, 2010 бай Асанбай Аскаровтың турниріндегі ойындарды сағынды ішінде ойлачы. Тура. Не деген керемет ойындар болды, Тура, иә. Өзіңіз ошол күндерден бір ескеріп кетпейсіз бе? Енді қазақта айтады ғой, спорт спорт. Біреу жеңілет. Ертеңгі мысалға, ертеңгі егеменділікке мысалға бақуат таласпенен чүй шығып атыр. Анан кім біледі? Ешкім білмейді оның. Қайсысы ұтады, қайсысы ұтылады. Спорт болғаннан біреу ұту керек, біреу ұтылу керек. Бізде кеп қалды, Құдай қаласа, ол ұтыламыз ба, ұтамыз ба? Мына екі елді бізге самый главный келешектегі біздің інілеріміз, мына сіздерді де ол уақыт өтеді. Ертең күнгі манасыңда қартаяды, Тыналиевіңді қайтарады, біздің аяғымызды алады деген ой. Келешек аның ұлдарына, аның балдарына керек нәрсе де бұл. Қазақ, Қырғыз бір туған дейді. Екі ел бір-бірімен араласпаса не болады? Осының жөнінен келдік. Біз болса саясат, маясат бізге қызық емес. Бізге улақ өнөктеу керек, жоғарыға қарай. Баракелді. Жулускан байке азыр берді. Өзіңіз илгері чабып жүрген достарыңызды көріп, сүйініп отасыз ба? Есенқұл ағам тұрады. Есенқұл, Есенқұлмен талай тартысқанбыз. Мынаяқтан ертең келеді дейді, ермек шекейтіп, мен бүт бәрін таку, мынау Бөкенбаевтардан Амания келеді деп аты. Оларды көріп, мен өзім бір баяғы осыдан 20 жылдығымды еске түсірейін деп отыр. Мен әркімге сыймық әрқалай келеді, бізге ошол жаңағы бірге шапқан Рассвет, Дордой, баяғы командалар, мысалға Салымбек баягелер, Асылбек Өзбековтың үнінің өзі қандай. Мен ошоны сағынып келіп отырам. Жігіттер, туғандар, турасынан түсіндер. Ол мәселе улақ, ол кетеді. Біз 45-тен аштық үйде жата берсек те болады. Бірақ ошол Асылбектің үні,
Мына өзіммен бірге ойнаған жігіттерді көріп сыймықтанып жатырмын. Туғандар, турасынан түсініңіздер. Бұл ел маған бәрібір шаппай кетсе де көңілім баяғыда, бірақ келешектегі жастарға үлгі болсын деген ой. Баракелде. Керемет. Анан өзүңүз кече интервьюда айтып өттүңүз, Сейитбек балбандын атасы менен да чапкам депчи, Анарбек менен. Анарбек Алсейитов. Анарбек марқұм, мен ертең көңіл айтам, бүт қырғызға көңіл айтам. Ертең мысалға Айбек Солтовоев бар, Меркуриймен ойнаған. Оны қазіргі жастар біле ме, білмей ме, біз солармен ойнағанбыз. Мысалға да Борпуш марқұм бар, Эмиль Бөрлінің капитаны. Ошоны мен денем дүршігіп, ертең мысалға Болот Черниязов бізге кличке қойған. Аны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Удав деп кличке қойған маған. Мен оған тарынғам. Кейін келіп Болот Черниязов ағамыз келіп, Жұлдыз тарынып атасың ба дейді. Тарынып атам, не болды десем, Удав деген ең чоң жылан екен ғой. Біз жыланның анакондасын білеміз, Удавын білмейміз ғой. Ошонда кличкелер алғанбыз, осы Қырғызға кеп. Ол енді жақсы көргеннен кейін, сүйінгеннен кейін қоятты, ошондай атты. Осы мысалға Қырғыз еліне мына Болот Черниязов ағамыз ошол Қазанның бүт правиласын ошол үйістіріп шығарған. Аның бәрі менің жүрегімде, мен білем, ошоны мен айтып жатырмын. Анау жаман ішкен жеген айтады дейді, жақсы көргенін айтады дейді. Мен көргенімді и солармен бірге жүргенімді айтып жатырмын, туғандар. Мен өзімнің немнен қосып жатқан жайым жоқ. Керемет. Құда қаласа майрамдарыңыз құт болсын. Баракелде. Қырғыз елі, құдай қаласа мынау мейрам құтты болсын, мынау президент көбі құтты болсын, құдай қаласа мерейлерін асқақтай берсін, құдай қаласа көшпенділерде Түркия елінде кездесіп, ойнап, күліп, шауып алайық, құдай қаласа. Аман болыңыздар. Баракелде. Қонақтар, дағы бір рет құш келіпсіздер. Рахмат. Жұмысханаға өзіңіз айтқандай бізге ойын елемес, бізге ынтымақ достық артып келгечи. Құдай бұйырса 31-інде өте чоң қырғыз-қазақ айтышы өтіп атады. Ал жақтағы Аспанбек Шоғатаев баштаған мықты ақындар келіп атады Қырғызстанғачы. Ал бұл деле бір қонақтықтың бір жақсы белгісі де ойлайбыз бұйырса. Игілік анда. Мықты ойнап, көңіл ашып, ес алып кетіңіздер. Баракелде. Достар, антимитип сөйлесіп, Есекем да келіп қалды, Есен құлаған. Bir-birini құшақтап, біргерке балбандар бір-бірімен ат жауышып, бұлақ тартып жүрген. Есеке, қонақтарды көріп, сүйініп атасыз ба? Кетінде жолықтық та. Кетінде жолығып, Жылысбек айтып адам ойса, баяғылам ойдасың ғой, қартайбайсың. Себілмеп, сіздің алып қалысың, алты кезінде тамашалаштық одан. Мен бұл Есекең айтып атам, сіз қартаймапсыз, құрсақ жоқ, жеңгем бақпай атама, қарамай атама деп мен бұған Есеке. Құда қаласа осындай ауыз біршілік болсын, туған кейінгі жаштарға 82-ден ылдиғы жаштарға ошондай олы бір-бірімізді сыйлап, міне жаңа көңіл айтып атам, Нүкен бауырымызға көңіл айтып атам, көңіл көрген жерде дейді, Нүкен бауырымызбен айырылып қалдық, ошоны көңіл айтып атырмыз, баған айтқам Есекеңе, ошондай бұл өмірде сыйласып қалу керек, тек қана сыйласып қалу керек, бөлінбеуіміз керек, Россия менен Украина болбой. Міне, Есекең зор адаммын. Баракелде. Есекеңмен амандасың келе беріп. Тамашалашып. Ол астағы отырмаса. Баракелде.